Сәлеметсіздер ме, менің оқырмандарым? Бүгін таңғы асқа геркулес кашасын жасаймыз. Табаға су құйып, мынандай цардың мен геркулесін таңдадым. Өте дәмді шығады. Мен сіздерге де кеңес беремін осыны қолдануға. Мен 4 ас қасық геркулес салдым 200 грамм суға. Одан кейін жақсылап қайнатып аламыз. Шым-шым тұзымды салдым. Одан кейін бір ас қасық құмшекерімді салдым. Жақсылап қайнатып, жұмсақ болғанша қайнатып пісіріп аламыз асықпай. Одан кейін 150 грамм сүт құйдым. Мен бокалым 150 граммдық. 150 грамм сүтті құйып болған соң жақсылап пісіреміз. Жұмсақ болғанша жақсылап қайнатамыз. Бұқтырып қойсаңыздар да болады. Мен бұқтырып қойған жерім видеода түспей қалыпты. Одан кейін міне дайын болды. Кейін міне кашам дайын. Ал мен балапандарыма ас болсын. Сіздерге рахмет. Мені тамашалап көргендеріңізге маған тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздерге алғысым шексіз.